ашық сабаққа арналған дайын сабақ, ақылды әлемге саяхат деген мат топтарына арналған осындай ең бірінші тақырыбы, мақсаты. Одан кейін топқа бөлеміз. Осындай қазақы нақышта, қазақи құндылықты дәріптей отырып, әр бала өзіне керек бұйымды таңдайды, сол арқылы топқа бөлінеді. Келесі кезең ойынды бастаймыз. Жасанды интеллект қосылған дайын мат тобына арналған сабақ. Балаларды 2 топқа бөліп, болмаса жеке осылай ойнатса да болады. Әр дұрыс жауапты тапқан сайын осындай не беріп отырады, киіз үй құрастырады жауапты табу арқылы. Міне, осылайынан құрастыра береді әр киіз үйді. Екінші кезең үйдің ішіне кіреді, үйдің ішін таныстырады, айтып өтеді осы жерде. Буынға бөлеміз. Беріліп тұрған не бізге шаңырақ, соны буынға бөліп, осылай екінші кезеңнің тапсырмаларын орындай береді. Одан кейін үшінші кезең асық ату ойыны. Осы жерде кез келген асықты ату арқылы дыбыстық талдау жасайды, яғни дауысты, дауыссыз екенін. Және осы жерде жасанды интеллект арқылы торсыққа мағлұмат беріп кетеді, қандай екеніне. Келесі шашпау. Шашпауда да тура осындай дауысты, дауыссыз екенін балдар айтып кетеді. Осы жерде жасанды интеллектпен балалар шашпау туралы мағлұмат алады. Менің қолымдағы не? Бұл бұға шашпау. Домбыра туралы, ожау туралы мағлұмат алып кетеді осы жерде. Сәукеле туралы. Төртінші кезең ертегі. Бұл жерде ертегі беріледі, балалар сол ертегіні тыңдап, сол ертегіні табу керек. Бір кедей болыпты. Бір күні ол баяғыда бір кедей болыпты. Алтын балта ертегісі. Келесі, мынау қандай ертегі екен балалар табу керек. Шаруа шалған еңбекші болып. Шаруа мен аю ертегісі. Және 5-ші кезең әжемнің бауырсағы. Осы жерде сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарды табу арқылы балалар келесі кезеңге өтеді. Бұны интеллектуалдық ойын қылып та, болмаса сайыс түрінде де өткізсе болады. 5-ші кезеңде суреттер сөйлейді. Осындай 2 сурет берілген, 2 топ, болмаса балалар осы бойынша сөйлем құрастырады, көріп тұрғаны бойынша. Келесі, осы жерде сиқырлы атайдың сандығы. Атайымыз сөйлейді. Амансыңдар ма, балаларым? Бүгінгі ойынымыз мәресіне жетіп қалды. Балалар ең соңғы кезеңде мына санды. Амансыңдар ма, балаларым? Бұл сандықтан осындай Word ойыл арқылы ойындар шығарады. Әр Word ойылға неште ссылкасы тұр, сол ссылкаға кіріп, Word ойылдың буындарға байланысты ойынын балалар ойнайды әртүрлі тәсілдермен. Одан кейін атамыз бата береді. Солмен ойын іс-әрекетіміз аяқталады. Өте керемет дайын ойын мат тобына арналған.